Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін пиццаның екі түрлі қамырымен сіздермен бөлісетін болам. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бірінші қамырды дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы су қажет. Жылы суымызға ашытқынды саламыз және де тұз, қантымызды салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды жақсылап електен өткіземіз, екі қайтара өткізіп алған дұрыс. Үстіне дайындаған қоспамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Және де енді үстіне зәйтүн майын қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жұмсақ қып илеп алғаннан кейін теңдей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Яғни 4 бөлікке бөліп аламыз. Бізде бұл қамырдан, яғни осы қоспадан 4 пиццаның қамыры шығады. Әрқайсысын домалақтатып, арнайы бөлек ыдысқа салып, астына ұнымызды сәл сеуіп, яғни жабысып қалмас үшін үстіне 4 қамырымызды салып, бетін жауып, холодильникке 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Бұл қамырды түнде илеп қойсаңыздар болады. Енді бізге пиццаның негізін жасау үшін, яғни көбінесе кетчуп салып жатады. Кетчуптың орнына осылай дайындасаңыздар болады. Қызанақ, зәйтүн май және де сарымсақ. Бәрін блендермен езіп дайындап аламыз. Уақыт өткеннен кейін, яғни 6 сағаттан кейін қамырымызды алып, қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Яғни бұл қамырдан сіздер, яғни пиццаның ең керемет идеалды қамырын дайындайсыздар, яғни пиццериядағыдай болып шығады. Қонақ күткенде дәл осылай дайындасаңыздар болады. Жұқа етіп, өте жұқа етіп жаямыз. Үстіне жаңа өзіміз дайындаған негізін, яғни кетчупты қоспай, орнына қызанақтың жасалған салмамызды тегістеп, жан-жағына тегізбей, тек ортасына, барлық жағына тегістеп жайып шығамыз. Үстіне енді өзектеміз, менде моцарелла, сыр толығымен, яғни ірі етіп үзіп салып шықтық. Және де қызанақтарды салдым. Яғни бұл бізде классикалық түрдегі пицца болды. 6-7 минутқа микродуховкаға салып аламыз, тез дайын болады. Енді екіншісі, яғни бұл өте тез уақытта дайын болатын қамырдың рецептісі. Жылы суымызға тұзымызды, қантымызды және де ашытқымызды салып бәрін жақсылап араластырамыз. Қамырымызды дәл електен өткізіп, үстіне қоспамызды қосып, бұл жерге енді сұйық майымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамырдың ерекшелігі, яғни бірден илей салып, бірден пицца пісіре берсеңіздер болады. Яғни ұзақ уақыт күтудің қажеті жоқ. Жұмсақ қылып илеп алдық, бетін орамалмен жауып, 5-10 минутқа қойып аласыздар. Өте тез көтеріледі. Яғни осы қоспалардан менде 2 пиццаның қамыры шықты. Екіге бөліп алып, бұл қамырды да өте жұқа етіп жайып аламыз. Енді бетіне, ішіне салмасын өзектемізде. Бұл жолы мен халал колбаса қойдым, және де сыр, моцарелла, қызанақ, кез келген балаларыңызға ұнайтын көкөністерді қойып пісіре берсеңіздер болды. Мен ойлаймын, негізінде пиццада ең негізгісі қамыры. Қамыры өте жақсы шықса, оның салмасын өз еркіңізде сала бересіз. Бұны да дәл солай 6-7 минутқа духовкаға салып, 180 градуста ысып тұрған духовкаға салып, пісіріп аламыз. Міне біздің пиццаларымыз дайын болды. Осы қамырмен дайындап көріңіздер, міндетті түрде балаларыңызға ұнайтын болады. Егер видео ұнаған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лүпіл басып, қолдау көрсетсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет.